Сәлем, құрметті тоқымашылар, шебер қыздар, жаңадан бастап жатқан қыздар. Менің тоқыма әлеміме қош келдіңіздер. Инстаграмдағы сұраныс сұрақ жауап бойынша бүгін мына беретканы тоқуды бастаймыз. Тоқып көреміз. Бұны бастаған кезде қандай жіптен тоқыды мен? Мен тағы да ескертіп кететін нәрсе, мен өзімнің тәжірибемен ғана бөлсем, мен неден тоқыдым. Бұл беретканы мен инстаграмдағы түрік апаларымыздың суреттерінен көріп, сол жердегі описание дейді, сол жердегі сипаттамаларынан көріп, өзім тоқыдым. Ешқандай да бұл мастер-класс бірдеңеден қараған жоқпын. Суретіне қарап тоқыдым. Бұл беретканы тоқу үшін мен өзімнің сүйікті Alize Baby Best деген жібімді алдым. Оның сипаттамасы осы видеоларымда бар мен YouTube каналда, осының астына тіркеп қоям. Мен мысал үшін мына жиынтыққа, мына астында тұрған жиынтыққа, мына персик түсінен тоқу үшін мына түсті алдым. Бұл жерде 145-ші түс екен. Енді сіздер өздеріңіз көресіздер. Әрине беретканы бір жиынтық қып тоқыған жақсы. Әсіресе мына беретканы тек өзің ғана тоқысаң, ол не болып қалады, әдем болмайды. Сондықтан жиынтықпен тоқимыз. Енді Alize Baby Best жіпті айттым сіздерге. Енді қандай сымды алдым мен? Бұл жерде екі сымды алдым мен. Мына керемет атақты Чиаго сымы, керемет өте сапасы, қымбат. Негізі бұлар 3,5-4 мыңға дейін тұрады. Мен бірақ өзім Натали Пляжа деген инстаграм дүкенінен 2 мыңға алдым. Так, қателеспесем, алғашқыларын 3,5-4 мыңнан алам осы сымдардың мен бір-екеуін. Енді бұл 3-ші номер, және мынау кәдімгі Қытайдың сымы 2,75. Осындай арасында менде 0,25 айырмашылық бар. Сіздер 0,5 айырмашылық алсаңыз болады. Енді бұл менің сіздерге ұсынатын сымым. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Егер тығыздау қылам десеңіздер, 2,5 мен 2,75 алсаңыз болады. Мына жіптің өзінде мына жерде ұсынып атқан 4-ші және 5-ші сым дейді. Мен бұндай бос қып тоқи алмайым. Менкі тығыздау болады кішкене. Енді қандай өлшем деп сұрайсыздар? Мен дәл осы береткаларды 1 жасар, 1,5 жасар, дәл осы жіппен, осы өлшеммен 1,5 жасар қыздарға тоқыдым. Аман есен киіп жүр. Даже одан кішкентай 6 айлық, 8-9 айлық қыздарға да тоқыдым. Мен әрине оларға кішкене басында үлкендеу болады, кейін на вырос дейді ғой. Кейін шақ келеді. Мына жилетканы да, мысал үшін 6 айдан бастап арғары жоғары киіп кете беруге болады. Бұны да үлкейтіп, кішірейтіп, бірінші мынандай көйлек сияқты қылып, одан кейін жилетка қылып киіп жүре алады балалар. Енді ол ата-аналарына байланысты қалай кигізетін. Өйткені бұл оңайлықпен тозбайды, тершіктелмейді, өңін бермейді бұл жіп деп ойлаймын. Өйткені несі сондай, құрамы бәрі. Енді беретканың қазір басын бірінші сіздерге қалай тоқылайтын айтып кетейін, одан кейін именно тоқылуын айтамын. Тоқылуын бөлек видеода айтатын шығармын. Керек заттарын бірінші айтып түсіндіріп алайын сіздерге. Бұл жерде мына бірінші мына нені бастаймыз. Мен тігіс түсіріп тоқыдым. Айналдыра тоқыған жоқпын, тігіс түсірдім. Сіздер енді шебер болсаңыздар, айналдыра тоқсаңыз да болады. Маған осы тігіс түсіріп тоқыған ыңғайлы болды осы беретка. Ең бірінші мына 3-ші номерлі сыммен мен 77 ілмек алып алдым. Кәдімгі классикалық әдіспен. Тағы да әдісті қалай аласыз, оны сіздер өздеріңіз білесіздер. Қандай әдіспен набор жасайсыздар. Мен өзімнің тоқыған бастаған әдісімен сіздерге көрсетіп беремін. Ары қарай шеберліктеріңіз біледі. Кәдімгі классикалық әдіспен теріп аламыз. Теріп алған қатарым мен артында тұр, байқасаңыздар, е. Енді көрем, жаңадан тоқығанда мүмкін басқашаға жіберемін. Енді қараңыздар, 77 ілмекті алып алдық, бұны бұлай бөлеміз. Мына алғашқында, мына жерде, бұлай көрсетем ба? Қараңыздар. Алғашқыда мына 5 ілмектен бастаймыз. Мына 5 ілмек, бұлай бастаймыз ғой біз. Оңнан солға қарай. Мына 5 ілмекті аламыз, кәдімгі жиектегі ілмекпен қосқанда 5 болады.
Одан кейін бір орам жасаймыз. Мына жерде көрдіңіз ғой, тесік. Бір оң, тағы да орам. Бұл біздің жапырақ өрнегіміз басталады. Арасында 10 ілмектен 10, 10, 10, 10. Мына жақта 5 пен 5, 10 болады. Сонда бізде қараңыздар, мына жерде 5 пен 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Және мына жерде 7 жапырақтың бір оң ілмектері бар. Сонымен 77 ілмек. Осылай бастаймыз. Және одан кейін жапырақ тоқылады. Жапырақ тоқылғанда бұның өрнегі өтсе оңай. Ешқандай бұл жерде схеманы қажет жоқ деп ойлаймын. Бүйтесіздер, әр оң қатарда, мына ортадағы тұрғы бір алған ілмегіңіз, соның екі жағынан орам алып тұрасыздар. Солай мына жақтан мынандай тесіктер, орамдар 10 болғанша алып тоқи бересіз. 10 болғанша. Мына жапырағыңыз былай қарай үлкейеді. Бұл жерде ешқандай қысқарту жоқ. Мына 10 болғанша. Кейін мына 10 болды, мына нелеріңіз. Орамдарыңыз 10 болды. Мына жақта 10-10-нан қалу керек. Нелер, ілмектер. Енді сол жерден бастап қысқартасыздар. Сол жерден бастап екі шетінен қысқартасыз. Екі шетінен қысқартасыз. Мына жерде ешқандай қосу болмайды, орам болмайды. Сөйтіп, мына жапырағымыз біз бітіп жабылғанша қысқартамыз. Енді қараңыздар, жабылды, ортада мына бір ілмек қалды. Енді осы жерде мына 7 жапырақ, 7 мынандай не пайда болды. Видеомыз кішкене үзіліп кетті. Мұны енді біз төбесіне келдік. Мына жапырағымыз біткеннен кейін, қараңыздар, мына жерде ортада жапырақтың 3 ілмектен бір ілмек алынады. Енді осыны не істейміз? Ары қарай. Әрбір оң қатарда, теріс емес, әрбір оң қатарда біз мына 3 ілмектен бір ілмек етіп алып тұрамыз. Сөйтіп, мына қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5 қатарда, 5 емес, 10 қатар ғой, 10 қатарда мына біздің береткамыз, уже мына шеткілерде тек қана 7 ілмек қалады екен. Осы 7 ілмек қалған кезде мынаны тартып байлаймыз да, мына беретканың тігістерін тігеміз. Солай береткамыз біздің тоқылып бітеді. Енді тек мына жерде төбесінде помпон дейді ғой, помпонды жасау қалады. Помпонды әрине қолдан жасауға болады. Ол үшін арнайы құрал бар, помпонница деген. Оғанда бір қажет болса видео түсірем, болмаса ютубта как сделать помпон из помпонницы деп көрсеңіздер де болады. Енді қалауларыңыз бойынша қазақша жасап бер десеңіздер, қазақша жасаймын. Негізі мен өзім оны дыбысы жоқ видеодан көріп жасағанмын. Мына төбесіне помпон жасайсың. Сонымен әдемі сәнді болады. Помпонына, мысал үшін мен мына жилеткам персик қой. Персик, и мына пинеткам қараңыздар, ақ не бар, жіп бар. Сол үшін мен не істеймін? Мына помпонына тек қана персик емес, ақ жіптен де қосам, 50-50 болып. Сонда үйлесіп тұрады түстері. Ал осымен шолуым аяқталды. Видеоны өзі келесі, тоқудың өзі келесі видеоларда болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ал менің каналым даму үшін әрине не қылып тұрыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және қоңыраушаны жазылып қойып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымнан хабардар етіп тұрасыздар. Сау болыңыздар, сәттілік тілеймін бәріңізге.